Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгінгі тақырып қаза намаз жайында. Көпшіліктің сұрағына байланысты бүгінгі видео Алланың қалауымен осы тақырыпқа келіп тұр. Жалпы қаза намазды өтеудің өзінің шарттары, өзінің тәртібі бар екен, соны өтетін боламыз. Жалпы кімнің намазы қаза болған болса, есіне шыққан болса, уақытынан өткен болса, есіне түскен кезінде қазасын өтесін дейді. Яғни есіне түскен кезде өтеу міндетті болады. Мысалға, сіз таң намазына ұйықтап қалдыңыз. Сосын ұйқыдан тұрдыңыз, намазымды оқимын деп жүрдіңіз, бірақ есіңізден шығып кетті. Сол есіңізге түскен кезде бірден намазыңызды оқу керек екен. Дәретіңізді алып келіп, қаза намазды егер де сол есіңізге түсіп тұрып оқымай қалсаңыз, ол нәрсе дұрыс емес болып табылады екен. Біздің өмірімізде намаздарымыз қаза болып жатады. Ұмытып кетіп те жатамыз кейбір кезде. Қазір ол тақырыптарды шолып өтетін боламыз. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде 3 адамға қалам көтеріліп тұр дейді. Яғни күнә жазылмай тұрады әлі. Біріншісі, ол ұмытып кеткен адам есіне түскенге дейін дейді. Жаңа ғана айтып өттік. Ұмытып кеткен адам есіне түскенге дейін дейді. Есіне түскен кезде қазасын өтемесе, оған күнә болып жазылады дейді. Екінші адамға, балиғатқа толмаған бала балиғатқа толғанға дейін дейді. Өзі қыз баласына 9 жастан, ер балаға 13 жастан намаз парыз. Қыз баласына орамал да парыз 9 жасынан бастап. Балиғатқа толғаннан кейін қыз бала орамал кимесе дейді, ол бала қыз бала намаздарын оқымаса, ораза ұстамаса, күнә болып жазылады екен. Яғни жаңа ғана несін айтып өттік, соны жастарын айтып кеттік. Қыз балаға 9 жастан, ер балаға 13 жастан екен. Егер де сол уақытта намаз оқымай, ораза ұстамай, жаңағы құлшылықтарын істемесе, ол кезінде үлкен күнә болып жазылады екен. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде бар дейді. Хадистерде бар. Кім шашын ашып бөтен еркектерге көрсетсе, ол әйел жәннаттың иісінде иіскемейді деген. Яғни бұл хадис тозақта өте қатты азапталады деген мағынада айтылған екен. Яғни қыз баласының шашы көрінетін болса бөтен еркектерге, ол тозақтың жәннаттың иісінде иіскемейді деген сөз, ол өте ауыр. Сондықтан, иншалла, осындай орамал тағып жүрейік, ұятты жерімізді жауып жүрейік. Ол кішкентай біздің қыздарымызға да байланысты ол нәрсе. 9 жастан бастап. Мысалға, намазға ұйықтап қалдық дейді. Оянған кезінде дейді, бірден өтеу керек дейді намазының қазасын. Хадистерде айтады дейді, ұйықтап қалған адамның күнәсі дейді, тұрғанша жазылмайды дейді. Мысалға, біз ұйықтап қаламыз. Сол кезінде намаздың уақыты өтіп кетті, біз әлі ұйықтап жатырмыз. Сол тұрған кезге дейін жаңағы күнә жазылмайды дейді. Сол тұрып, егер де сен сразу сол қаза намазыңды өт дегенге дейін күнә жазылмайды дейді. Ал егер де сен ұйықтап қалып тұрып, жаңағы біліп тұрсың, что намазың қаза болып жатқан, соны оқымайтын болсаң, ол кезде күнә жазылады дейді. Бірде сен оқу керек екен. Тәртіп дейді. Мысалға, таң намазға ұйықтап қалдыңыз. Енді оны міндетті түрде бесінің алдында өтеу керек. Қазаны бесінің алдында оқу парыз дейді. Мысалға, сіз таң намазын қаза қылып қойсаңыз, бесінің алдында өтеу парыз. Ал егер де бесін намазын қаза қылып қойсаңыз, аср намазың алдында өтеу парыз. Яғни, ол келер намаздан кейін емес, келер намаздың алдында сіз намазыңыздың қазасын өтеу керек екен. Мысалға, бесін кірді дейді. Бесін намазын уақытысы кірді. Қазаны өтеп, сосын бесінді оқисы дейді. Түсінді қоя? Одан кейін енді рұқсат етіледі дейді. 3 жағдайда қазан емес, бірінші келер намаз оқуға 3 не берілген дейді. Рұқсат етіп берілген дейді. Енді мысалға сіз таң намазын қаза қылып қойсаңыз, бесін намазының алдында оқу керек қой,
соны 3 жағдайда рұқсат етілген дейді. Қаза намазы емес, бірінші сол келген намаз 3 жағдайда рұқсат етілген, соны бірінші рет оқу, бірдесен оқуға дейді да. Бірінші жағдайда, егер келген намаздың жаңағы уақыты тығыз болса дейді. Мысалға, бесін намазға, асыр намазында мысалға сіздің жаңағы 5 минут уақытыңыз қалды. Мына жерде жазылған, егер келген намаздың уақыты тығыз болса, мысалға асырға 5 минут қалды, сол кезде оқылмаған бесін намазы қаза болып кетпесін деп тұрасыз да, соменен сол кезде таң намазының қазасын қоя тұрамыз. Содан кейін бірінші бесін намазын өтеп алып, содан кейін таң намазын асырдың алдында оқып алады екенбіз қазасын. Осы жерде жақсылап түсіндіріп өтейін сіздерге. Кешіріңіздер, мен тамағым ауырып тұр еді. Егер келген жаңағы асыр намазға 5 минут қалды. Сіз бамдат намазын қаза қылып қойдыңыз, иә? Таң намазы қаза болып қалды. Содан кейін үйтіп жүріп, жаңағы бесіннің уақытысы шығып кетейін деп тұр. Яғни асыр намазға 5 минут қалды. Сіз егерде дәл қазір сіз бесінді оқымасаңыз, бесінде қаза болып кетеді. Таң намаз да келген намаз да қаза болып кетеді. Сол кезде не істейміз дейді да. Ол кезінде біз бірінші бесін намазын оқып аламыз. Қаза болып кетпес үшін уақытысы шығып кетейін деп жатыр ғой. Содан кейін барып асыр кіреді ғой, асыр кіргеннен кейін бірінші таң намазының қазасын оқып аламыз. Одан кейін барып асыр намазын оқиды екенбіз. Түсіндіре алдым ба? Екінші жағдайда ұмытып кеткен болса дейді намазда. Мысалға, таң намазы ұйықтап қалдыңыз дейді. Бесін намазына келіп жаңағы кірдің. Сәлем бердің, біткен соң еске түсіп, таң намазының қазасы дейді, еске түсіп қалды дейді. Болды, бесін есептеледі, өтті дейді. Енді таң намазының қазасын асырдың алдында өтеу керек. Бірақ ұмытып кетіп намаздың ішінде еске түссе, ол оқып отырған намаз бұзылады. Қайтадан қазасын өтеп, сосын кірген намазды оқиды екен. Мысалға, сіз таң намазын ұйықтап қалдыңыз. Содан кейін есіңізден шығып кетті. Таң намазы қаза болып кеткенін, есіңізден шығып кетті. Сөйтіп, бесінді оқып жатсыз. Бесін намазы как положено кірді, бесінді оқып бітірдіңіз. Екі жаққа сәлем бердіңіз. Сәлем беріп болғаннан кейін барып есіңізге түсті қаза намаз. Таңғы намазының қазасын өтемеген екенсіз, есіңізге түсті. Сол кезінде дейді, мына оқыған бесініңіз дейді, есептеледі дейді. Яғни өтті да. Ал егерде сіз бесін намаздың ішінде оқылады таң намазының қазасы есіңізге түссе, ол намаз бұзылады дейді. Содан кейін қайтадан тұрып таң намазының қазасын оқып, содан кейін бесінді оқиды екенбіз. Одан кейін үшінші жаңағы шартында бесін намаздан артық көп қаза болса дейді. Мысалға, бір адамның бір күндік бесін намазы қаза болды. Бір күнде бесін намаз қоя, сол қаза болып қалды мысалға. Ол адам келесі күннің таң намазын алдында 5 уақыттың қазасын оқуға міндетті дейді. Түсіндік қой. Мысалға, бүгін 5 уақыт намаз қаза болды бір адамның, иә? Сөйттіңізде келесі екінші күні бар ғой, сол кезде таң намазын алдында 1 сағат, 1,5 сағат бұрын ерте тұрып аласыз да, содан кейін бүткіл кешегі қаза болған намаздардың тек қазасын ғана, парыздарын ғана оқып шығамыз, тек қана парыздарын ғана. Таң намазының парызын, бесін намазының парызын, асыр намазы итак парыз, ақшам намазының парызын, құптан намазының 4 рәкат парызын, 3 рәкат үтір уәжін оқымайсыз. Қазасын оқып шығасыз. Содан кейін дейді, сосын ол намаздарды тәртіппен рет-ретімен оқимыз дейді. Таң намазы, бесін намазы, асыр, ақшам, құптан намазын рет-ретімен оқып шығады екенбіз. Әр жерден шығып алмай оқымайды екенбіз, олай болмайды екен. Сосын барып, алда тұрған таң намазын оқимыз дейді. Түсіндік қой, одан кейін таң намазын оқи береміз. Қаза намазын кешегі бір күндік намазы, 5 уақыт намазы қазасын өтеп алдыңыз, одан кейін таң намазын оқи береміз. Таң намазы кірмей тұрып оқу керек бұндайды. Сосын егер сол адам бір күндік намазының қазасын ертесіне таң намазын ұйықтап қалса, ол кезде уже 6 намаз болады дейді. Сол кезде не істейміз дейді. Сіз үлгере алмай қалдыңыз, уже екінші күнге ұласып кетті дейді. Сонда одан тәртіп түседі дейді. Тәртіп түседі ол адамнан дейді. Ол қалай?
Яғни 6 намазы қаза болды. Енді бұны қалай өтейміз? Бұны тәртіп түскен соң, қол босаған кезде өлгенше қазасын өтеуге болады. Яғни, мысалға мына жерде мысалға 5 уақыт намазы қаза болды. Иә, сөйтті да ертесіне таң намазының алдында оқып шықты. Бұл жерде тәртіппен рет-ретімен оқып шығасыз. Енді ертесіне таң намазына сіз ұйықтап қалдыңыз, уже 6 намаз болып кетті ма? Ол кезде уже тәртіп бұзылады. Сөйтесіз да сіз қолыңыз босаған кезде өлгенше қаза намазыңызды қалаған уақытыңызда оқи береді екенсіз. Түсіндіре алдым ба? 5 намазы қаза болған бір күндік тәртіп есіміз дейді. Жалпы айтқанда 5 уақыт намазымыз қаза болса, біз тәртіп есіміз. Тәртіппен оқимыз, рет-ретімен оқимыз, келесі күннің таң намазының алдында оқып шығады екенбіз. Ал егер жаңағы және тәртіп түсті деген қазасы өтелмейді дейді. Және де егер ол 6-ға көбейіп кететін болса, ол тәртіп түседі одан, және қазасы жаңағы өтеміз, бірақ қолымыз босаған кезде өтеміз. Енді және тәртіп түсті деген қазасы өтелмейді деген сөз емес дейді. Қазасы өтеледі дейді жаңағында 6 намаздан асып кетсе. Бірақ бұдан кейінгі намаздың алдында оқу керек міндетті емес дейді. Кей уақыт келгенде 5-ін асыр оқып кете бересің дейді. Бұл жерде уже қалай өтеміз? 6 намаздан асып кетсе. Мысалға, қанша күндік намаздар болады? Бір айлық мысалға да. Сол кезінде уже сіздер өздеріңіз білесіздер, қолыңыз босаған кезінде өзіңіз жазып оқи бересіз. Рет-ретімен оқуға да бұл жерде міндетті емес деп жазылған. Мысалға, таң намазынан кейін 5-ді асырды өзіңіз білесіз, қай намаз кезінде қайын оқысаңыз, бірақ жазып түртіп отырсаңыз болғаны. Намазымыз, мына намазды, қаза намазды өтедім деп жаңағы өтесеңіздер болады. Сосын, мысалға, бұлай да істесеңіздер болады. Мысалы, бір апталық қаза намаз, бір апталық таң намазын бәрін оқып аласыз, одан кейін барып 5-ді оқып аласыз, бір апталығын, одан кейін асырды деген сияқты өздеріңізге оңайырақ болады. Және де бұл жерде арнайы жүктелген нәрсе жоқ, өзіңіз білесіз, қай кезде оқысаңыз да, және де рет-ретімен оқу міндетті емес дейді. Тәртіп түседі деген сөз. Құптаннан бастап қазасын өтейсің ба дейді. Қазір 5-ін асыр оқып кете бересің, кейін бір уақыт болған кезінде мына қаза болған 6 намазды құптаннан бастап қазасын өтейміз ба дейді. Асырдан бастап қазасын өтейсің ба, яғни өзің білесің дейді. Өзің еркінде дейді. Құптаннан кейін оқисың ба ол намазды, қай уақыттан кейін намаз оқысаңыз да, жаңа қаза намазды өзіңіз білесіз, сол адамның еркінде дейді. Яғни баяғыда қаза болған намаздарды да бөліп тәртіпсіз оқи берсеңіз болады екен. Яғни тәртіп 3 жағдайда мойнынан түседі екен дедік. Біріншісі ол намаздың уақытысы тығыз кезде, намаздың уақытысы уже тығыз кезіне жаңа ғана өттік. Екіншісіне ұмытып кеткен жағдайда дедік. Үшіншісі 6 намаздан артық қаза болса жаңа ғана өттік. Оны тәртіп мойнынан түседі екен. Ал егер осы 3 жағдай болмаса дейді, біз міндетті түрде қазаны тәртіппен оқуымыз керек екен. Ол парыз дейді. Сондықтан мысалға қазаны біліп тұрып құптаннан соң оқи салам десең, алдыңғы намаздардың барлығы есептелмей кесіледі дейді. Мысалға сіз бүгін білесіз, таң намазыңыз қаза болып қалды. Соны біліп тұрып бүгін күндік бойы оқымадыңыз, бірақ қалған намаздарыңызды оқып жүрдіңіз дейді. Сол кезінде дейді, құптаннан кейін оқи салам деп ойласаңыз дейді, ол нәрсе дұрыс емес, бүкіл намаздарыңыздың барлығы алдыңғы оқыған намаздарыңыз есептелмейді дейді. Яғни сіз қаза екенін білдіңіз, білген жерінде, есіңізге түскен кезінде оқуыңыз парыз екен. Енді бұны бұрын қаза болып кеткен 6-7 намазы дейік. Мысалға, бір адам ауырып қалды, немесе комада жатты, содан кейін сауыққаннан кейін 7 намазы қаза болды дейді да. Қаза болып қалды намазы. Тәртіп түсті мойнынан дейді. Ол адамның мойнынан тәртіп түсті дейді. Яғни сауыққан соң, бастан тәртіптен шыққан соң,
қол босағанда уақытта, қол босағанда оқи береді. Яғни бір адам ауырып қалса, бір 6-7 намазы жиналып қалған болса, ол адамнан тәртіп түседі. Қолы босаған кезінде қаза намазды ретсіз ақ өз еркінде оқып алады, парыздарын ғана. Сүннетпен таң намазының қазасы дейді. Сүннетпен оқылады парыз екеуі дейді. Сүннетпен оқылады парыз екеуі. Оның өзінде шарт бар дейді. Парызбен бірге қаза болу керек дейді. Ол таң ертең мешітке кірдің, мешітте парыз намазын оқып жатыр, солармен бірге парыз намазын оқып алдыңыз, солмен бірге кіріп оқып алдыңыз. Сүннетті қаза болды дейді. Ол сүннет түске дейін оқылмайды дейді. Яғни сүннеттің қазасын өтеу деген жоқ дейді. Түсіндік па? Сол үшін намаздың қаза намазда тек қана біз парыздарын ғана өтейміз. Сүннеттің парызын, қазасын өтеу деген жоқ. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда кетіп келе жатқан кезінде сахабалармен түннің жарымында ортасы болды. Бәрі шаршады, ұйқыға келіп жатыр. Сонда кім таң намазының уақытын ұйықтамай күтеді деді. Сол кезінде Билал радиаллаху анху, Билалды білесіздер кім екенін, ең бірінші таң намазды шақырған кісі. Біздің сахабамыз, я Расулалла, мен ұйықтамай таң намазға дейін күтіп отырамын деп барлығын ұйықтатыпты жаңағы. Уайымдамай ұйықтай бердіңіздер, мен тұрғызам депті Билал радиаллаху анху. Содан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күннің ысығаннан оянды дейді, күн түскенде бетіне. Содан кейін оянған, уже күн шығып кеткен уақыт екен. Яғни Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұрып, не болды, Билалға не болды деген кезінде, я Расулалла, сізді ұйықтатқан зат менде ұйықтатты деп. Сізді ұйықтатқан Алла менде ұйықтатты деген екен. Содан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлығына дәрет алыңдар деп бұйырған екен. Яғни бұл негізінде қаза намаз жайында ешқандай хадис жоқ екен. Осы хадиске сүйенеді екен біздің ғұламаларымыз, имамдарымыз осы хадиске сүйене отырып, осыдан осы бір айтқанда вывод шығарған екен. Яғни Мұхаммед Аллах тағалам қауқар жетеді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң намазды тұрғызуға. Бірінші мәрте намаздар сол кезде қаза болған, барлығы таң қалып, қалай өтеміз, не істейміз деген кезінде Аллах тағала әдейі сол біз үшін бізді білсін деп, бізді біледі Аллах тағала ұйықтап қалатынымызды. Себебі қаза намазы барлығында ұйықтап қалу деген болады. Ол ұйықтамаған адам жоқ шығар өмірде. Қаза болмаған адам намазы жоқ шығар. Барлығының әйтеуір өмірінде бір-екі рет болсын намаздар қаза болады. Ең күшті деген адамның өзінде де. Сондықтан Аллах тағала соны біліп, әдейі ұйықтатқан екен. Содан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәріне дәрет алғызып, Билал радиаллаху анху азан айт деп, сосын ол қалай күн шығып кетті, ол қалай азан шақырған деген кезде азан шақыру бұйырылған, сонымен азан шақырған екен. Содан кейін 2 ракат сүннетін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқып алды дейді. Содан кейін қамат түсір деп айтты дейді. Қамат түсірткізген. Содан кейін барып бүкілі барлығы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дауысын шығарып тұрып қаза намазы, яғни 2 парызын өтеп алған екен, таң намазын. Осы хадиске қарап, біздің қаза намазымызды осылай біз өтіп жатады екенбіз. Таң намазының қазасын дейді, оқыған кезінде жалғыз оқысаңыз да дауысыңызды шығарып өтеп алу керек екен. Ал қалған намаздардың қазасын іштей оқиды екенбіз. Яғни құлағымызға еститіндей қылып оқысақ болады екен. Бүгінгі тақырып осындай қаза намаз жайында өте көп сұрақтар болып жүрді. Осымен сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және де міндетті түрде достарыңызға таратыңыздар. Осы видеоны жаңа видеолар шығып тұрады. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше иншалла аман есен болайық.